Құрметті отандастар, Біріккен Ұлттар Ұйымының Голланд жоталарында қызметін атқарып жатқан Қазақстан бітімгершілік контингенті жеке құрамының атынан сіздерді республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке біздің тәуелсіздігіміздің, бірлігіміз бен отанға деген мақтанышымыздың символы. Ол Қазақстан халқының ынтымағы мен ел дамуына деген сенімін бейнелейді. Біз, қазақ бітімгершілері, алыстағы елде Біріккен Ұлттар Ұйымының ту астында еліміздің атын абыроймен танытып, бейбітшілікті сақтау жолында қызмет етудеміз. Әскери қызметшілеріміз бақылау бекеттерінде тәулік бойы қызмет атқарып, жарылғыш заттарды жоюмен айналысады. Өз жауапкершілік аймағында қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Өзге елдердің бітімгершілерімен ынтымақтаса әрекет етеді. Барлық ісімізде кәсіби шеберлігімізді, тәртіп пен әскери антқа адалдығымызды көрсетеміз. Осындағы әр күн Қазақстанның бейбітшілік пен халықаралық қауіпсіздік жолындағы үлесі. Біз еліміздің атын әлем бітімгершілері арасында құрметпен аталуын зор мақтаныш санаймыз. Құрметті қазақстандықтар, тәуелсіз Қазақстанымыз мәңгі жасап, көк туымыз бейбітшілік пен әділдік нышанында биікте желбірей берсін. Құрметпен Қазақстан бітімгершілік контингенті жеке құрамы.